тоқтай өмірімде бірінші рет сахнаға шыққан кезде сөйлей алмай тоқтай қалғаным бар. Ең басында сол қызық болды, білмеймін маған. Сендер қызық емес шығар, да? Жоқ, мен сені аяп кеттім шыны керек. Қазір ауылда кімдер қалды? Ауылда қазір ауылда адамдар қалды үйде. Маған осы күнге дейін андай Инстаграмда болады, бір бойдақтарға арналады деген видео болса бүйтіп подреси етеді да, лақтырып жібереді. Сондай көп адам лақтыратын еді да. Жыным келеді, сондай лақтыра беретін. Өзім содан кейін үйленіп алғаннан кейін енді қазір сондай лақтырған адамдарға арнап күнде сторис саламын. Әйеліме ішіп отқан тамақ салып қоямын, бойдақтар әлі жүрсіңдер ме деген сияқты. Мен серьезім өмірде. Көп айтады, көш етіп кетсек. Не серьезім қатайып батсын деп мысалы. Өмірде КВНде жүргенмен өмірде де жүрмейсің ғой, кем адам ұқсап. Армандарды орындау керек до конца. Армандап қоймау керек, орындау. Әрекет жасау керек. Әрекет жасау керек, орындап тастау керек до конца. Мен өзімде сондай маубас деп ойлаған сияқты Америка. Ұйықтап отқан бір арқылы анекдот айтып барамын деймін, күшті болып. Ол сенен танымайды ғой ол жерде, мүмкін. Танысам ғой дейсің. Ана прикол бар ғой. Қайсы? Күні кешегі өткен. Қайсы? Нөміріңді айт дейді. Нөміріңді айтшы мауыз дейтін да. Қуаныштың қандай логикасы мықты. Ондайым бар. Ақылды. Түу. Міне, осындай VIP қазақ деген. Жалаң аяқ отырмайшы VIP қазақ деп. VIP қазақ. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, эфирде хайп емес. Бүгін бізде қонақта белгілі әнші, Сағыз КВН құрамасының белді ойыншысы, сықақшы, қазір кинода да өзін белсенді танытып жүрген актер Қуаныш Кеңес. Қуаныш, алтын уақытыңды бөліп, бізбен бірге сұхбаттасуға келгеніңе рахметімді айтамын. Ең бірінші біз әңгімемізді бәрін басынан бастасақ. Сен ауылда өстің, ауылдың баласы қалай танылды? Сол туралы айтып берсең. Так, ауылдың баласы қалай танылды оғанда білмеймін, енді біз таныламыз деп ойнаған жоқпыз ғой, олай қызығушылықпен бастадық. Бірінші мектептен басталды, одан қалалық, республикалық деген сияқты. Солай жұмыс жасай бердік, еңбектен бердік, сол еңбектің арқасында танымалдық болдық қой, енді бірден танымалдық. Нешінші сыныптан бастап КВН ойындарына қатыстың? 8-ші сынып, 7-8-ші сыныптан бастадық. Мектептен басталды, бәрі бірінші кішкентайдан басталады. Мектептің кезінде ішкі КВН болғанда араласып, солға ойнап жүрдік. Сода қызығушылық уже басталды да, ары қарай уже жете беру керек болды да. Одан кейін облысқа барайық, ауданға барайық, ауданнан республикаға барайық деген сияқты сөйтіп, үшін байқамай танылып кеттік. Байқамай да? Байқамай. Жалпы өнерде адамдар біреу әнші болып бастайды, біреу ақын болады, домбырамен танылады деген сияқты. Неге бірден сықақ әлеміне келіп КВН ойнап кеттің? КВН ойнап кеттім оған негізі жоқ, мен басында КВН ойнаған жоқпын. Көп жерде отқан жерімді айтып жүремін. Негізі әнші болып бастағанбыз ба еді. Әнші болып жүрдік те, содан кейін командаға әнші қылып алды негізі мен ең басында. Оны бәрін айтып жүрген жерде айтып жүремін. Сөйтіп әншілікпен жүргеннен кейін уже әншілікке қарағанда қазір жайдарман КВН көп басым бірақ болып кетті әзіл. Содан кейін кішкене қазір әншілік қалып қойды, көбіне сол манағыдай съемкаларға түсу, КВН, сол жағынан көп кетіп қалды да, қазір көбі сол жағынан таниды. Содан кейін мен көбі КВНші деп айтады. Содан кейін қазір ән айтсам айтады, енді КВНшінің бәрі әнші болып кеткен ба деген сияқты. Әңгімелер болады ғой, неше түрлі. Сөйтіп ойлайды көбі. Негізі бірақ менің енді басты жаңағыдай ең басынан кішкентай кезде бала кезімізде армандаған әнші болу ғой. Сондай нәрсемен басталған нәрсе, бірақ арты КВН болды. Енді қазір екеуін қалай ыңғайы келеді, қатар алып жүрміз. Әншісің, КВНчиксің, иә? КВНчик демекші. КВНдағы ең бір қызықты бастан өткерген оқиғаңды айтып бересің ба? Бір өзің ойламаған жерден, аяқ асты күлкіге қалған, біреу сені келемеші деген жағдайлар болды ма? Ең басында Астана қаласында ойнадық, Сағыз командасы ол 2013 жылы эфирге шықтық. Жалпы Сағыз командасы 2009 жылы құрылды. Сол жылды болады эфирсіз ойнадық бір жыл. Содан кейін бір жылдан кейін уже біз фестивальге бардық. Сол кезде уже эфирге ойнаған кезде, ең бір Сағыз командасы хабарлаған кезде, настрой мықты, давай кеттік, осы күнге жеттік, давай жыту керек, ойнау керек деп бәріміз сахнаның шетінде тұрдық, Загульес. Ал кеттік шығайық деген кезде мен ең соңында тұрмын. Былай линейка болып шығып келе жатырмыз. Ең айтыр есімде қалған қызық. Жаңағыдай аузымызды істеп болады ғой да. Өзімде сөйтіп қатты істеп тұрмын, жерім тартылып қалды ғой былай. Аузым жабылмай қалды. Мен сөйлеуім керек сахнаға шығып. Аузым дейтін жер тартылып қалды, кәдімгі қозғалмайды. Сахнаға шығып, ортаға барғанша дейін тіліме итеріп бардым, өзімше былай қозғақпын. Мынау дейтін бір қатып қалса қозғалмай қалады екен ауыз. Бұрын болды ма ондай жағың
шығып кететін. Жағым шығып кетеді болған жоқ. Енді қатты оқып істеп қалсаң любой адамның ыңғайсыз тартылып қалады да. Жетіп мойныма, жағыма бірдеңе тартылып қалды. В общем, аузым қозғалмай қалды. Сахнада тұрып, сол жерден итеріп аузым былай қозғап сөзім уақыты келген кезде әйтеуір кішкене кетті ғой анау. Қатты өмірімде бірінші рет сахнаға шыққан кезде сөйлей алмай оқтай қалғаным бар. Ең басында сол қызық болды, білмеймін маған. Сендер қызық емес шығар да? Жоқ, мен сені аяп кеттім шыны керек. Бізде бір оқиға болып еді, достарымыз сондай жұмыста отырған жерінен. Өзімше ана телевизордан көргенім ғой енді. Жағы шығып кеткен болып еді, шынымен де. Скорый шақыртып. Ол қате болған екен. Жағым шығып кеткен жоқ та енді. Мен сондай болды ма деп. Жағымыз құрысып қалды, сондай болды. Сосын айттың ба оны ойыншыларыңа артынан? Артынан айттым, сондай нәрселер болды. Одан кейін тағы қызық нәрсе, шалбарым жыртылып қалған кез болды. Мәссаған. Әбден шығамыз деген кезде, любой адам сахнаға шығатын кезде өзін-өзі оятып жүреді, сахнаға қарата секіріп, қолын көтеріп, давай деп оятып ұйықтап қалмас үшін. Шабыт беріп, настрой беріп, эмоция алып деген сияқты. Сөйтіп жүрген кезде аяғымды көтеріп, деп жүрген кезде тырт етті ғой шалбарым, жаным. Сол сахнаға жаңағыда шықты, біздің сахнаға шығатынымыз линейка. Бір немен шығамыз да, сөйлейміз де, бір немен кетеміз. Солай жанымның бүйтіп шалбарым жанын қолмен қысып тұрдым. До конца көрсетпей. Шымкентте ойнап отырмыз туған күнде. 2012 жыл ма сондай. Шымкентте ойнап отырмыз. Шалбарым жанын қолыммен қысып тұрмын, короче. Халық білмейді. Ойынды беріп жатыр. Қолымды жіберсем полный жаным көрініп қалады, саным жылтырап. Сөйтіп ойнап, осылай қолыммен ұстап тұрып, осылай шығып, мына сахнаның шетіне осылай кіріп кеткен қызықтар болды. Сондай қызықтар болды. Енді бірақ бізге білінді, сахнада адамға көп білінбейді. Эфирден қарасаң, соны көріп тауылуға болады ана ойындарды. Қай жылдары? 2012 ма сол жылдар жаңа айтып отқан. Қалаға алғаш келіп жүрген кезің? Қалаға біз 2013-те ма келдік қалаға. Жоқ, ол одан бұрын біз ауылдан қатынап тұрдық бүкіл жаққа, бүкіл қалаға, чисто ауылдан баратын болдық, пойызбен баратын болдық. Сағыз құрамасы болып, пойызбен баратын болдық. Одан кейін ғой, енді соңғы 4-5 жылдықтарда болар. Звезда болып жүрген кездеріңіз, Астанаға барып? Звезда болып жүргенді білмеймін, звезда дейтін нәрсе емес. Танымал болып жүрген. Қазір ауылда кімдер қалды? Ауылда қазір ауылда адамдар қалды үйде. Ауылда енді бәрі қалды. Бізде енді қазір командадан қалған, бізде Жандос деген бала ауылда қалды. Одан кейін Пушон деген. Ауылда қалды, оны қалған жоқ қой, енді жүр ғой. Қалаға қатынап просто қазір ауылда тұрып жатыр, жағдайларға байланысты. Жұмыстары бәрі сол. Жұмыстары ауылда, содан кейін қара шығып кете алмайды ауылдан. Ал былай бүкіл нелерге, ойындарға біз сияқты қатынасып келіп жүре береді тек ауылда. Өзің отбасың туралы айтып кетсең? Отбасым туралы бойдақ деп әңгіме жүріп отырсаң. Отбасым туралы жақында үйлендім. Енді ел біледі, улап-шулап, осы Атырауды басымызға көтеріп, осы жылдың басында тойымыз жасадық. Алланың қалауымен. Сол тойың сенің бір танымалдығыңды арттырған оқиғаның бірі болған секілді. Аншлаг болды, өзің алдын ала жоспарлаған сияқтысың. Осындай әншілер болады, менің тойыма осындай қырғын кісі келеді деген сияқты картина болды да? Жоспарлауға уақыт жетті ғой, да дұрысынан асықпай жоспарлады. Енді көптеген қонақтарымыз келмей қалды негізі шыны керек. Қанша адам шақырдың? Тойға қонақтардан қанша? 400 адам шақырдық қой. Бірақ тойда былай адамдармен деген сияқты минус плюс болады, 500-ге жақындаған сияқты. Себебі 400 адамға деп тапсырыс берген кезде көп адам сыймай қалды. Соңғы қарағанда 400-ден асқан сияқты меніңше. Көп болды адам. Кейбір адамдарды тойдан кейін потом фотодан көріп отырмыз ғой. Сен тойда болдың ба деген сияқты. Мен біреуге келмедің ғой демесе, мен болдым ғой тойда, фотоны жібереді. В общем, сондай қызықтар болды. Ал жолдасың қай жақтікі? Бәрін жоспарлаған сияқтысың? Жоқ, осы жақтікі Атыраудікі. Атыраудың болмаса. Сіздің өнеріңізді, сенің өнеріңді түсінеді да? Түсінеді. Енді администраторың әйелің? Жоқ, администраторым әйел емес, администраторымыз басқа дейсің. Кім? Жоқ, қасымызда көмекші балаларымыз бар солар. Әйеліңе хабарласпаймыз? Қатысы жоқ, ол өзімен өзі. Ондай араласпайды. Өте жақсы. Кейбіреулер үйлене салып, ертесі күні әйелін администратор қылып алады. Жоқ, ондай жоқ. Қуаныштың үйленгенге дейінгі кейінгі өмірі қалай? Инстаграмдағы до және после сияқты? Так, үйленгенге дейін қалай деген енді көп қаңғайтын болдық қой. Қаңғағанда дұрыс жағынан ғой. Көшеде жүреміз,
тамақты көшеден ішіп аламыз деген сияқты енді білу адам басынан өткен жағдай шығар. Қазір енді кішкене көшеден тамақ ішуді қойдық, үйден тамақ ішеміз деген сияқты. Сондай бір өзгерістер бар әйтеуір баяғыда. Уақыт қарамай жүре береді, қазір уақытқа қарайсың, үйде адам бар деген сияқты. Уже андай не жүйе қалыптасты да кішкене. Мәні бар жүйе қалыптасып бастады. Бұрын енді көп ойламай іштеп өзің жеке болғасын жүре бересің. Кеттік десе кеттік. Анда десе анда, мында десе мында жүре беретін еді ғой. Қазір енді кішкене реттеліп жатыр өміріміз. Жақсы жағынан. Демек үйлену керек өміріңді реттеу үшін да? Үйлену керек екен. Айтпай тұр ғой соны маған. Енді біліп тұрмын ғой соны деген. Ал жалпы үйленер алдында жолдасыңның қандай мінездеріне қарап осы кісіні жарым деп таңдап едің? Қалай? Қандай мінездеріне қарап? Білмеймін, мен ондайға қарамаймын. Ұнай ма? Жастарға айтар кеңесің қандай енді? Жастарға қай жағынан айтар? Өзің құрдастарыңа осы үйленуге қатысты. Үйлену жағынан ба? Жоқса мен өзім итаке инстаграм берекеттерін алып жүрмін бойдақтардың. Маған осы күнге дейін андай инстаграмда болады, бір бойдақтарға арналады деген видео болса бүйтіп подреси етеді да, лақтырып жібереді. Сондай көп адам лақтыратын еді да. Жыным келеді, сондайға лақтыра беретін. Өзім содан кейін үйленіп алғаннан кейін енді қазір сондай лақтырған адамдарға арнап күнде сторис саламын. Әйеліме ішіп отырған тамақ салып қоямын, бойдақтар әлі жүрсіңдер ма деген сияқты сөйтіп прикол ұстап жүрген. Лақтырғандарға қазір өзің мотивация бір жағынан прикол болған, бір жағынан мотивация да, біреулер қызығады, братан қызықтыра бермеші деген сияқты ондай. Мен айтамын қызықтырғанда емес, үйлеңдер, осындай боласыңдар, рахат, үйден тамақ ішесіңдер, күшті тамақ ішесіңдер деген сияқты. Күнде қыдырасыңдар. Жақсы жақтарын айтасың да? Жақсы жақтарын айтып сөйтіп әзілмен мотивация береміз, короче. Жахан Отарғалиевтің «Жол» фильміне түстің да? Сол, соңында бір ғана эпизодпен жардың деуге болады да киноны. Білмеймін енді. Мен уайым болды сол үшін керек. Шақырды, бір эпизод бір ойнап берші. Эпизодтың өзі уайым болды. Уайым ғой енді осыны киноға өмірге вообще мен сериалдарға түсірміз енді үлкен полнометраж киноға түсіп көрген жоқ. Жол фильміне шақырды, бардым. Өзі кішкентай жерде үмітің ақтамай соң ұятта қаншама адам бар кино түсіріп жатыр. Ойбай кетті, жыртады, қырады деп күтіп отыр. Барған кезде деп өтіп кетсең мынау ма дейді. Сондықтан да намысты қолдан беру керек. Барынша дайындалып кішкентай сөз өзі кинода бар. Сол жерде ойнап шықтым. Бірақ енді өзім андай, ол жерде халық жоқ қой, түсіріп жатқан оператор бәрі ешкім күлген жоқ. Сосын ойладым, поражняк болып кетті, не болып кеткен деп. Шыққанша ойым болды. Именно сол жері өте қатты күлкі болды кинотеатрда. Соны қайтадан салып жіберші қазір. Қай жерде? Дәл осы жерде. Қалай еді, ұмытып қалдым ғой. Не ба? Соқыршек туралы емес пе? Қалай еді, мен ұмытып қалдым. Полный кино ойнаған қылсам, ұмытып отырмын еще бәрі. Соны айта, өзі бір эпизод. Өзі бір эпизод. Қалай еді, ұмытып қалдым. Вообще емдеуге келмей ма? Вообще емдеуге келмей. Ол не ғой, еще біреуге, қасында адам болады ғой. Сен сол ойнау керексің онда. Колясканың артынан келіп тұрасың дейсің. Мені елестете бер дейсің солай. Бүйтіп көрсетіп жіберейік видеомен тыңдап. Баяғыда соқыршек еді ғой менікі. Кино түсіріп жатқанда, киноның сыртында әрқашан бір әйтеуір за кулисами бірдеме болады да жатады ғой, бытыс, бытық шытығы. Сондай момент болды ма? Сен өзің дайындалып келдің. Кинода ма? Кинода сол жолда ма? Жолда момент. Әлде кәдімгі сақадай сай, серьезный болып келдің ба? Жоқ, маған алдын ала жіберді сценарийді. Өзі кішкентай не ғой, рискі дайындалып болдым да, өзімше оймен жатып алып елестетіп, өзімді сыртынан камерамен түсіріп қалған сияқты сөйтіп дайындалып бардым да. Енді ойнап жүргеннен кейін бізге өте қиын соған жоқ, нормально бардық. Бірақ енді нормально ойнап шықтым андай. Бірақ қайта сүре береді да, өздеріне лучшыны алу үшін. Дубль, сүре береді. Бірақ енді соның өзі кішкентайдың кішкентай қылып тастаған ғой. Даже ар жағы бар еді, ар жағы да қимау керек еді деп алдында жақандар өздері айтып жатыр да. Потому что андай болып кіреді деп ойланып кіргенде до конца сенің текстіңді қалдыратын едік деп. Потому что ол жерден бітіп кеткен ме ар жағында тағы сөздері бар. Бірақ енді киноның барлығын бірдей салу мүмкін емес, сондықтан да қиғаннан кейін менікінде қиып жіберген бар. Сен өзің актерсың ба негізі? Мен жоқ. Оқымағанбыз. Жаңағыдай КВН-мен солай несек беттік қой, а так былай енді актерский оқыған жоқпын ешқандай да. Жоқ, дайындалып алдым деп жатырған қайта тұрған. Жоқ. Білмеймін, актер, оқыған актерім, оқымаған актердің разницасы қалай.
ойнап шықсаң сол актер шығар, білмеймін енді өз басым енді шынайы оқымай та оқығандар нәрсесін әйтеуір шүкір істеп жатырмыз ғой. Одан жаман атақ алып отқан жоқпыз. Келістіруге болады тек жайлап ыңғаймен. шынайы жүректен шығу керек дейсің ғой да? Иә, шынайы. Ал жалпы өмірдегі, өнердегі деп өзіңді қалай білесің, қандай адамсың? Жаңа қарап отырмын, келгенде өте серьезный. Мен серьезный өмірде. Көп айтады, көшет батсақ. Не серьезный қатайып батсың деп мысалы. Өмірде КВНде жүргенмен өмірде жүрмейсің ғой, кем адам ұқсап. Ол өмірдегі образы. Мысалы, өмірде образ ойнайсың. КВНде образ ойнайсың. Ондайлар бар. Кинода, сахнада образын өмірде образ шатастырып жатырдар бар да. Сахнада образды өмірде салып жүретіндер бар. Көбі сөйтіп айтты енді. Барлығы бес саусақ бірдей емес дейді ғой. Мен өзім сол өмірде ондай емеспін. Қипақтай қылжақтап жүрмеймін. Кәдімгі өмірде жүремін, спокойно. Көп адам айтады, звездовой деп пішін, қадаймен шеш деген сияқты. Сондай қалыптасып қалған адамдарда. Сахнада қалай солай жүру керек олардың мінезі бойынша. КВН деген машинамен келгенге қарап айтып отқанмын ғой. КВНнің фанатысың да сонда өзің? КВН деп, иә, өзіме ұнаған номер болды, сосын өзіміз тапсырыспен сөйтіп алдық КВН деп. Қызық болсын. Нұрлан Қоянбаев деген ағамыз бар. Соның номері 001 КВН дегенді көріп қызық кеттім да. Ол кезде машина жоқ, машина айдап та білмеймін. Ертең машина алсам, өйстіп номер аламын деп өзім армандап қалғанмын. Сөйтіп айтырып алған қалумен машина алдық, сөйтіп номер алып алдық қой. Дұрыс. Армандарды орындау керек та конца. Армандап қоймау керек, орындау. Әрекет жасау керек. Әрекет жасау керек, орындап тастау керек та конца. Мен де өзімде сондай бірдеңені айтып орындап тұрған жақсы. Енді өзіңнің арманың қандай? Алла қойған. Мақсатың қандай? Білмеймін. Арман ондай қатты оймаймын енді. Сходу келеді ғой, арман деген. Келе ма, кірісіп кетемін соған. Ал енді былай нақты арман жоқ осындай боламын. Потому что енді барлығы орындалып жатыр. Жаймен барлығы орындалмайды демеймін. Ойлаған нәрсем бәрі орындалып келе жатыр да. Киноға ұсыныстар түсіп жатыр ма? Иә, ұсыныстар түседі. Кейбір уақытта біздің көбіне тойға кетіп қаламыз. Алдын ала 3-4 ай бұрын заказ алып қоямыз деген сияқты. Содан кейін ол да біреудің қуанышы болған, кейде сол тойға кейде шыға алмай қаламыз. Мысалы, бір жақын Алматыда бір жақсы кинодан ұсыныс түсті, бірақ енді өкінішке орай ол кезде біз өзіміз концертный турмен жүрдік те, бара алмай алдық. Сондай ұсыныстар бар. Көбіне график сәйкес келмей жатыр. Алматыда жүрсең, барып келіп тұруға болады да, просто Атыраудан Алматыға қатынап тұру кішкене қиындау да. Орталыққа көшу ойыңда жоқ па? Көшу ойымда жоқ. Себебі мен өзім 2018 жылы бардым Алматыға көшіп. Бір жылдай тұрдым Алматыда, жарты жылдай Астанада тұрдым, сөйтіп творчествомен кеттім. Бірақ одан кейін карантин болып кетті да, желанием бір ашып кетті, содан кетіп қалдық қой. Содан барым келмей қалды Алматыға. Сол Алматыдағы нәрсені осы жақта да жүріп істеуге болады. Көзің жетті. Талант бәрібір. Алматыдан істемей, Атыраудан да істеп жүре беруге. Қазір потому что баяғыда қазір бірдеңе болса бәрі Алматыға жабатын еді ғой. Телевидениенің бәрі сол жақта. Бүгін сол жақ арқылы тарайды да. Қазір Инстаграм, интернет арқылы тарайды. Сондықтан қолыңда бар, Инстаграм бар, интернет бар. Любой жерден тарата беруге сияқты меніңше. Қазір асабасың да? Ставкың қанша? Құпия. Құпия да? Иә, құпия. Жалпы потому что әртүрлі де ол нақты ставка жоқ. Бірдеңе айтып қойсам, ойбай сондай ғой деп ертең мен перекетті болуы мүмкін да адамдар. Клиенттерің хабарласуы мүмкін да? Өзің әртүрлі жағдайына қарайсың ғой. Барлық жағдай бар. Жалпы әнші қуаныш, актер қуаныш, асаба қуаныш, қайсының жалақысы жоғары? Тек асабаң көп тұру керек. Шоу-бизнесте ақша бар дейсің ғой да? Шоу-бизнесте де бар, иә. Бірақ енді қазір жаңа айттым, көбіне упырдың бәрі сол жақ кетіп қалған ғой, әзілге, юморге. Сол жағымен хабарласады көбіне. Әлі әншілік жағынан енді пока жұмыстан кете алмайтын уақытымыз кетіп қалып жатыр. Бір жазып қоямыз да қалып қояды, бір жазып қоямыз да қалып қояды. Бірақ енді сол жағына қарай кеткім келеді өзімде. Ойым алда уақытта әншілік жақпен сөйтіп жүргім келеді. Аты оңай емес. Бәленбай адамды күнде басқару, айқайлап жүру адамдармен негізі сәл қиыншылық та. Кімдермен ақылдасасың осы әншілік жолды нұсқап, сол кісілердің ақыл кеңесіне сүйеніп жұмыс жасау үшін алдағы уақытта? Кімдердің? Жұлдыздардан кімдермен араласасың? Жоқ, Лұқпан ағадан біраз ақылын білдік қой енді. Маған айтып отырмын, 2018 Алматыға бардым. Сол кезде Лұқпан ағаның студиясына барып, сол кісімен бір жылдай бірге жұмыс жасадық. Біраз ақылын тыңдадық, қасында жүрдік, әңгімесін естідік, не болады, не болмайды деген сияқты. Біраз опыт жинадық сол кісінің қасында жүріп. Сол кісінің берген біраз ақыл кеңестері бар. Сонымен жаймен жүріп келе жатырмыз әйтеуір.
естимін, жалпы тойға сені тамада асаба ретінде шақырғанда уақытынан кешігіп келеді екенсің. Мен бе? Иә. Чөө, ондай жоқ. Мен 1 сағат бұрын барам. 1 сағат. Алдын ала, өзімде қалыптасып қалған 1 сағат бұрын. Будильник қойып қоясыз ба? Жоқ, будильник қоймаймын, кәдімгідей 1 сағат бұрын ертерек барам. Потому что тапсырыс алған кезде айтамын, мен 1 сағат бұрын ертерек барам деп. Алдын ала ақылдасып алуға, кішкене халықты қарап алуға деген сияқты. Бірақ кешігіп келген тойлар болды енді. Иә, ол кезде қалай болады? Мен сол кешкен клиенттен естіген сияқтымын деймін ба? Ең басында Бейнеуден той алғам. Бейнеу, Боранқұл жақтан. Мен ол әбетте екен білмейді екем. Өзім әбетте шығып бәтім да, Атыраудан. Звондайды, қайдасын шықтың ба? Я шықтым деп. Тездетесің ғой дейді. Тездеткеніз құрсын, кешке дейін уақыт бар үлгеремін десем, қой кешке емес той әбетте ғой деп. Сөйтіп қойды да кешігіп қалғаным бар тойдан. Өмірімде бір кешіккен той болды. Сосын ол кісілер не істеді, орныңа басқа бір тамадын алды ма? Жоқ, күтті мені, бүкіл халық болып тамақ ішіп, тамақ жартысына келгенде келдім де, ренжімеңіздер деп сөйтіп бастап кетті. Бірақ енді қателік өздерінен болды, потому что ол маған ескертпегенде әбетте екен. Мен өзім біліп тұрып кешіксем, онда кінә менен болды. Содан кейін маған көп ештеңе деген жоқ. Өздерінен болғаннан кейін қателік. Скидка жасадың ба сол күні? Жоқ, мен кінәм емес қой. Жаңа айтып отырмын, өздері айтқан жоқ маған әбетте болады деп. Сондай қыздар болды, бірақ енді шүкір жүгөттік. Бос уақытында немен айналысасың? Бос уақыт жоқ менде. Бизнесің бар ма? Бизнесім жоқ, бизнес жоқ менде. Бизнестерім жоқ. Бизнеске де уақыт жоқ дейсің ғой. Білмеймін, бірдеме істеп жатыр қайтыр, білмеймін. Не істеп жатырсың? Не істеп жатырсың? Білмеймін, анаған барасың, мынаған барасың. Анаға шақырады, мына жаққа шақырады, тойға барасың, КВН бірдеңе үшін барлығына шүкір келіп жатыр жан-жақтан. Жатпау керек болып жатыр ғой. Тойдан қол тимейді дейсің да? Тойы бар, иә. Сол тойға кетесің, КВН кетесің, анда шақырады, мында шақырады. Дайындық бар, сөйтіп кетіп жатыр уақыт дейтін. Нақты бизнесім жоқ енді, мақтанып айтатын. Болса айтам ғой. Ал жолдасыңыз өзіңіз сияқты өнерден? Жоқ. Алыста? Алыста. Кеше деп бастайтын стилің бар екен, иә? Сол стиліңді пайдалана отырып, біз сізге қазір суреттер әкелеміз, иә? Сол суреттерден өзіңнің өміріңе қатысты бір әңгіме құрастырып берсек, кеше деп бастап. Давай. Ақтілек, суреттерді әкеле қойсаң. Так. Бізде қыздардың дайындаған суреттері бар екен. Қуаныш кеңес келеді дегенге арнайы өздерінің дайындап қойған суреттері. Маубас деп ойлаған сияқты мен. Ұйықтап отқан бір алып келді. Иә, мына сурет. Так, кеше деп бастап осы суретке қарап құрастыра беремін ба? Бірінші суреттердің бәрін қарап шық, сосын өзің әңгімеңе қарай, кеше деп бастап. Қарамай орай береміз. Міне бірінші осы сурет. Қызық болады, қарамай орай берейік лучше. Бірінші сурет өзің қарап ала ғой. Бірінші сурет мынау. Мысық. Білмеймін, мысық ұйықтап отыр ма, әлде жылынып отыр ма? Мынау. Мынау не? Сапалақ бес пе? Екеуі де шалбар. Мынау? Қалта ма? Қандай қалта? Білмеймін. Қалта демеймін. Пустой карман. Пустой карман, жүрек. Жүрек. Сердечко. Сосын мынау. Студент па? Студент, бозбала шақ. Осы суреттерді қосып, бір әңгіме ойластырсаң, бірақ кеше деген приколыңмен айту керексің. Көрегенде, кеше үйде жүрсем, мысық деген отопленияның үстіне ұйықтап отыр, киім ба бірдеңе. Сосын қасына барсам, бетіне маса қонып тұр. Сосын масаны өлтірейін деп жайлап қарасам, жерде сапалақ жатыр екен. Сапалақпен мысықты бір едім ғой. Мысық өліп қалды, прикинь. Сосын шошып кеттім де, қызыл шалбарымды бұтыма киіп алып, көшеге шықтым ғой. Дәрігер десем, ешкім келмейді. Сосын такси тоқтатсам, ақша сұрайды, киім ба бірдеңе. Қалтамда ақша жоқ деп едім ғой. Онда неге тоқтатасың деді, кетіп қалды такси. Алдымда тасты жіберіп едім ғой. Мен жүрегім дүгілдіп кетті, анаң терезесі сынып қалды. Сосын терезесі сынып қалғаннан кейін үйге қайтадан кіріп кеттім. Үйге барсам, мана мысық бала болып кетті десең. Сурет үйде күтіп отыр екен дейсің. Артын фантастика қылып жіберсең. Сондай, в общем, сөйтіп кете береді ғой. Енді бізде көбіне
бұл сценарийді жазатын өзіміздің жетекшіміз бар, Енар Саков деген. Солармен бірге отырып жазып, бір оқиғаның жүйесін тауып аламыз да, сонымен кішкене келістіреміз да. Бізде нақты жүйе болмағаннан кейін енді примерностер көрсеткесін айтып жатқаным ғой. Сол, в общем, сондай күшті кеше деген ютубта бар, содан қараңыздар дейсің. Жалпы біздің қыздар бізге келген қонақтарды құр алақан жібергісі келмейді дейін ба, логикалық сұрағын береді, осындай суреттерден әңгіме құрастырсын дейді. Не болғанда да біздің көрерменді білмеймін, жан жақты көргілері келеді әйтеуір. Так, логикалық сұрақтардың біріншісі, алма жегенде ішінен құрт көруден де жаман не болуы мүмкін дейді. Ішінен ба? Алма жеп жатырғанда бір құрт шығуы мүмкін. Ал одан да сорақысы не дейді? Одан да сорақысы ма? Өліп қалған құрт па? Жарты құрт екен. Жарты құрт. Жек қойған ба жартысын? Ондайлар болады ғой. Тауық бір аяғымен тұрса, 3 килограмм, 2 аяғымен тұрса, қанша килограмм? 3 килограмм? Дұрыс. Біздікі болғанымен басқалар қолданатын нәрсе. Біздікі болғанымен? Ол менікі. Оны басқа бір қыз қолдануы мүмкін. Атын ба? Иә, есімі. Дұрыс қой. Ұзарған сайын қысқаратын нәрсе. Уақыт? Дұрыс. Өмір, уақыт. Өмір, уақыт. Қыздар қуаныштың қандай логикасы мықты, ондайым бар. Ақылды, әзілкеш екенін көрдіңдер деп мақтап жіберейін дейсің. Так, Қуаныш, бізде тағы да бір логикалық сұрақ бар. Логикалық деуге де келмейді оның негізі. Қандай? Сен таксистсің, сосын Мерейден Авангардқа дейін таксистер қаншаға барады? 300 теңге мен 400 теңгенің арасында шығар да? Білмеймін, ояқ такси өтіп шамамен сондай болады. Жақын ғой арасы. Бірақ сен каким-то образом сол жерден 2000 теңгеге клиент алып кеткің келеді. Сен ақша жасаған келіп тұрсың 2000 теңге. Бірақ клиенттердің бәрі қырсық, саған айтпайтын сөз жоқ. Басың аурамақ. Мына тұрған жерге 500 теңгеге апаратын жерге 2000 сұрайсың дейтсің, 2000 сұрайсың. Не істейсің? 2000 теңге керек бірақ саған. Қалай көндіресің деп айтқыңыз келіп тұрады. Қаян табасың саған? Срочно 2000 теңге керек. Анекдот айтып барам деймін, күшті. Ол сенен танымайды ғой ол жерде, мүмкін. Танысам ғой дейсің. Ана прикол бар ғой. Күні кешегі өткен. Қайсы? Нөміріңді айт дейді. Нөміріңді айтшы алмауыз дейтін да. Сол сияқты болып кетпей ма? Жоқ, 2000 теңге тауы, срочно 2000 теңге тауы керек болса, жаңағыдай кішкентай жерден тез апару үшін не істейсіз деп тұрсыз ғой, да? Енді 2000 теңгені сол аралықта табуым керек. Мен айтам, машинаны айдап барасың деп алдым. Вождение. 2000 теңге кім вождение үйретеді, мысалы, нормально. Машинаны айдап барасың, соғып алсаң ештеңе демейді. Жайлап барады ғой. Сөйтіп 2000 теңге тауып. Аллаға сыйынып, әйтеуір жеткеніме қуанам дейсіз. Иә, жеткеніме қуанып, сөйтіп 2000 теңге салып алдым. Рахмет, Қуаныш. Бүгін біздің хайп емес бағдарламамызға келіп, осы YouTube каналымыздағы алғашқы жобамызды қолдағаның үшін рахмет. Біздің Атырау ақпарат медиа холдингінің атынан арнайы дайындаған өнімдеріміз бар. Сол өнімді Ақтілек бері алып келсең. Міне осындай VIP қазақ деген. Жалаң аяқ отырмайшы VIP қазақ деп. VIP қазақ. Қазақтың бәрі VIP болсын деген мақсатта осындай әдемі портретті сыйға тартқымыз келеді саған. Армандарың орындалсын, мақсатыңа жете бер. VIP қазақ дейді. Мына жерде VIP қазақ деп тұр, бірақ аяғында нәскей жоқ. Ислап жүрген VIP қазақ, Дубайда жүрген VIP қазақ дейсің. Рахмет көп-көп. Хайп емес бағдарламасына көп-көп рахмет. Алғысын білдіремін. Дами беріңіздер, алға баса беріңіздер. Подписчиктеріңіз көп болсын, қарамдарыңыз көп болсын. Жақсы көрермендеріңіз көбейе берсін дейміз. Рахмет. Рахмет. Керемет. Өзім жақсы көретін фотом еді, сары фонда түскен. Саған да сәттілік тілейміз, Қуаныш. Рахмет. Армандама, тек арманың орындалып жүре берсін. Әмин. Рахмет.